сенсеңдер де, сенбесеңдер де баклажкада ашымай әрі атылмай сақталады. Әсіресе палау мен бешбармақпен қосып жесеңдер, мощный кетеді. Ойбай-ай, сезон біт қалмай тұрып жасап көріңдер. Алдымен 10 килограмм қып-қызыл помидорды алып, патшақ-патшағын шығарып турап тартқыштан өткіземіз. Сосын бір жеріңізге дейін удай ашытатын ашық қызыл бұрыштан да по желанию қосасыңдар. Одан кейін иісі аузыңда аромат болып кетпей қалатын чесноктан да 500 грамм сала салыңдар. Сондай хреновый хреннің тамырын таба алсаңдар, одан да 30 грамм сала салыңдар. Енді барлығын бауырластырып, жақсылап араластырып аламыз да дәміне қарай тұзын қосамыз. Одан кейін фантомастарым фантом болып атылмас үшін аспиринді езіп салыңдар. Бүтіндей қосып жүрмеңдер. 10 литрге ондан аспирин саласыңдар. Аспирин не үшін анау мынау деп мыжып сұрай бермеңдер. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып бір түнге